Бүгін мен сіздерге 25 пайдалы кеңестерді, яғни 25 ескертуді еске салуды жөн көрдім. Осы ескертулерді өміріңізде қолдансаңыз, өміріңіз гүлденген сұлу болады. Әрине, бұл ескертулер дінімізге сай, шариғатымызға сай және сізге пайдалы болған екі дүние бақытын беретін кеңестер. Егер уақытыңызды бөліп, міне осы 25 кеңестің кез келген өміріңізде қолдансаңыз, міне осының өзі сізге үлкен жеңіс болады. Бірінші кеңес: күніңізді таң намазымен бастаңыз. Иә, таңғы намазыңызды зікірлермен, таң намазын оқумен бастаңыз. Екінші кеңес: шайтан көзін өлтіру үшін истихфарыңызды арттырыңыз. Бұл дегені кешірім сұрау. Истихфар бұл шүкір дегені, яғни шүкір ету. Үшінші кеңес: намазды тастама, өйткені ол құтқарудың арқаны. Яғни әрқашан дұға етіңіз. Міндетті түрде дұғаңыз қабыл болады. Егер бүгін орындалмаса, ертең қабыл болады. Ертең орындалмаса, болашақта міндетті түрде орындалады. Ең болмағанда кейбір күнәларымызға осы дұғаларымызбен кепіл болады. Алла кейбір күнә жасаған болсаңыз, Алла тағала міне осы дұғаларыңызбен күнәларыңызды жуады. Немесе ұзаққа баратын болсақ, әрине ақыретте осы намазыңыздың пайдасын көресіз. Демек, дұға ешқашан босқа кетпейді екен. Төртінші кеңес: есіңізде болсын, періштелер сіздің әрбір сөзіңізді жазып алады. Яғни, періштелер сөйлеп жатқан кезіңізде сіз өте мұқият болыңыз. Лас, қарғыс сөздерден өзіңізді тыйыңыз. Бесінші кеңес: боранда қалып қойсаңыз да жақсылыққа жорыңыз. Яғни, кез келген жағдайда, қандай болмасын қиыншылыққа тап болсаңыз да, оның бір даналығы болады. Міне, осы сенімде болыңыз. Адамның өмірінде кез келген жағдай болады. Біреулер жұмыстан шығып қалады. Кейбірі келеңсіз оқиғаларға кезігеді. Кейбірі жақын адамнан айырылып қалып жатады. Осылардың барлығы жақсылық үшін болады. Міне, осындай сенім білдіруіміз керек. Себебі Алла тағала өте шебер. Барлығын өз орнына қояды. Алтыншы кеңес: саусақтардың ішіндегі ең әдемісі тәспі қайырғаны. Демек, саусақтарыңыздың ең әдемісі тәспі мен бос емес болғаны. Субханалла, алхамдулиллах. Бұл калималарды саусақтарыңызбен 33 рет санап қайтарып жүрсеңіз, міндетті түрде сауап болады. Әрі пайдалы және ақыретте өте көп азық жинап жатқан боласыз. Жетінші кеңес: қайғыға кезігіп, мұңға батсаңыз, ла илаха иллаллах деп айтыңыз. Яғни, жүрегіңізді мұң басып алатын болса, ла илаха иллаллах деп Алладан басқа таңы жоқ деген қалиманы аузыңыздан түсірмесеңіз, міндетті түрде мұңдарыңыз кетіп, жүрегіңіз тыныштық табады. Сегізінші: жиегі бар ұзақ тағзым гүлді сарайдан жақсы. Яғни, тағзым еткенді ұзақ тағзым етсеңіз, қандай болмасын, гүлдеп жайнаған сарайлардан да жақсы игі істерді жасаған боласыз. Тоғызыншы: бір сөз айтпас бұрын ойланыңыз. Ол қайтадан өлтіруші сөзге айналмау үшін. Яғни, кімге болмасын сөз айтып жатқан кезіңізде ауыр сөздеріңізбен оның көңілін ауыртып қоймаңыз. Алдымен ойланыңыз, сөзіңіз адамдарды өлтіретін болмасын. Ол үшін сіз күнәға батасыз. Және ақыретте де қиындық, азаптарды көруіңіз мүмкін. Сондықтан сөздеріңізге мән беріп сөйлеңіз. 10-шы кеңес: қиналған пенделердің және жақынынан айырылғандардың көз жасына қалмаңыз. Яғни, қиналған пенделердің дұғаларынан абай болыңыз. Себебі қиналған пенделердің дұғасы сөзсіз қабыл болады. Және жақыннан айырылғандардың, кімдерден де айырылғандардың немесе қиналғандардың көз жастарынан абай болыңыз. Оларды ешқашан ренжітпеңіздер. Олардың ашуын келтірмеңіздер. Оларға мүмкіндігіңіз болса жақсылық жасаңыздар.
оларға пайдаңыз тисін. Егер қиналған адам дұға етіп Алладан сұрайтын болса, өміріңіз және де гүлдеп, жайнап кеткенін өзіңіз де сезбей қаласыз. 11-ші кеңес. Кітаптарды, газет-журналдарды оқудан алдын Құран кітапты оқы. Яғни, Құран кітапты әрқашан оқып жүріңіз. Адамдар Құран кітаппен жақсыр болады. Құранмен асыл болады. Құран өз иесін бақытқа, нұрға жетелейді. Құран оқып жүрген адамның өмірі берекелі болады және ақыретте сауаптарға толы болады және жәннатқа Құран бізді жетелейді. 12. Өзіңізді мойынсұнғыш намазға арна. Өйткені нәпсі бізді жамандыққа жетелейді. Біздің нәпсіміз бізді әрқашан жамандыққа жетелейді. Міне, сонда біз нәпсімізбен қалай күресеміз? Әрине, намаз оқып, дұға етіп күресеміз. Сондықтан өзімізді намазға жығып, дұға оқуға үйретуіміз керек. Нәпсіміз талап еткен, нәпсіміз сұраған нәрселерден өзімізді тыюымыз керек. 13. Ата-анаңызға жақсылық жаса, олардың разылығын ал. Жәннат аналардың табанының астында. Және мен бұл сөзге әкені де қосамын. Ата-анаға жақсылық жасау барлық баланың бақыты, әр баланың міндеті. Ата-анаңыз тірі екен, оларға жақсылық жасаңыздар. Оларды қуантыңыз. Қолдарыңыздан келгенше оларға жақсылық жасаңыздар. Олардың көңілдерін ауыртпаңыздар. 14. Сіздің ескі киімдеріңіз кедейлер үшін жаңа. Яғни, ескі киімдеріңіз болса, міндетті түрде кедейлерге беріңіздер. Олар үшін бұл киімдер жаңа, себебі оларда бұл киімдерде жоқ. Егер ескі киімдер болат болса, кедейлерге сыйға тартыңыздар. 15. Намаз сізді бәле-жаладан, қиыншылықтардан қорғайды. Қайырымды игілік болып табылады. Демек, намаз оқуды тастамайық. Намаз бізді алдымызда болуы мүмкін болған әртүрлі апаттардан қорғаушы жақсылық. 5 уақыт намаз әрдайым өз уақытында оқуды әдетке айналдырайық. Намаз оқымай жүруден абайлайық. Намаз оқымай жүргендерге апаттар да жақын болып қалады. Алла тағаланың өзі сақтасын. Мұсылман болып намаз оқымаған бұл мұсылман адамға мүлдем жараспайды. 16. Жаман күдіктерден аулақ болыңыз. Сонда ғана сіз тыныштық табасыз және тыныштықта рахаттанасыз. Тыныштықта демаласыз. Егер жүрегіңізде жаман күдіктер көп болса, ол күдіктер алдымен өзіңізді жеп бітеді. Ешқашан жүрегіңізде тыныштық орын алмайды. Кейбіреулер мені өсектеп жатыр деген күдіктермен жүретін болсаңыз, жүрегіңіз қараяды және ол өзіңізге ауыр болады, жүк болады және бұл нәрселерді өзіңізден алып тастаңыз. Ешқашан ешкіммен жаман күдікте болмаңыз. Міне, сол кезде сіз өзіңізден жеңілдікті сезінесіз. Көңіліңізде, жүрегіңізде тыныштықты сезесіз. Себебі бізді жаратқан Алла тағала бар. Жаман күдікпен жүрмеңіз. Аллаға талпынуға әрекет етіңіз. Сіз туралы кім болса да, не айтса да айта берсін. Сізге біреу жамандық жасамақшы болса, қолынан келгенін жасасын. Себебі бізді қорғаушы Раббымыз бар. Біз көбірек Алла тағалаға жақын болайық. Басқаларға жаман күмәнда болмайық. 17. Жала жауып жатқан адамды көрсеңіз, Алладан қорқ деп сөк. Яғни, кімде-кім сізге жала жауып жатқан болса, жалғыз оған айтатын сөзіңіз Алладан қорқ деп шақыр. Содан кейінде Алладан қорқпайтын болса, әрине ақыретте Алла оны бұл дүниеде жасаған жамандықтары үшін жазасын береді. 18. Мүлік сүресін оқуды жалғастырыңыз. Өйткені ол бізді қорғайды. Мүлік сүресі ол бізді қабір азабынан сақтайтын сүре. Мүмкіндігің болса, мүлік сүресін түнде құптан намазынан кейін оқуды әдетке айналдыр. Осы оқыған сүрелеріміз иншалла қабір азабынан, қабір қиыншылықтарынан бізді қорғайды. 19.
Намаздан мейірімділік пен көз жасын жоғалтқан адам айырылған адаммен тең. Яғни айырылған дегенде жақсылықтардан айырылған адам. Егер намаз оқып мейірімділікті жоғалтқан болсаңыз, кешірімді көбірек айтып, дұғаны күштірек етіңіз. Діни кітаптарды көбірек оқуға әрекет етіңіз. Болмаса, айырылған адамдар қатарында болып қалуыңыз мүмкін. Қандай жағдайлар бізді осындай жақсылықтардан махрұм етіп қояды? Әрине, ол күнә. Мейлі үлкен күнә болсын, кіші күнә болсын, намаздан мейірімділікті жоғалтуға, намаздан көзімізден жас ақпай қалуына себеп болады. 20-шы. Барлық махаббатыңыз тек Алла үшін болсын. Яғни жүрегіңізде махаббат болатын болса, ол тек бір ғана Аллаға деген махаббат болуы керек. 21-ші кеңес. Саған жала жапқан адамды кешір. Өйткені ол саған батасын берді. Яғни, егер сізге біреу жала жапқан болса, оны кешіріңіз, міндетті түрде кешіріңіз. Сізге жасаған жаласымен сізге жақсылық жасады. Оны ақыретте де көресіз. Егер сіз жалаға ұшыраған болсаңыз, сізге жала жапқан адамның сауаптарын сізге алып береді. Егер ол адамның сауаптары қалмаған болса, сіздің күнәңіз оған өтеді. 22-ші. Іс-әрекеттеріңіз таудай болсын десең, айтыпты деген сөздерді доғар. Егер амалдарыңыздың көп болуын қаласаңыз, басқаларды өсектеуді, өзіңізді тыйыңыз, басқалармен шаруаңыз болмасын. 23-ші. Құран кітапты басыңызда көтеріп жүріңіз. Одан бір аят оқу дүние мен ондағы барлық нәрселерден жақсырақ. Демек, дүниедегі барлық нәрселерден Құран кітапты оқуыңыз, Құраннан бір аят оқуыңыз қайырлы. Демек, Құраннан бір аят оқыдыңыз ба, сіз дүниедегі барлық жақсылықтардан жақсы істерді жасадыңыз. Бұл біз барлық мұсылмандар үшін үлкен бақыт, және осындай бақыт барлығын білсек те, Құран оқымасақ, бейқамдық, бұл адамгершілікке жатпайды. Бұл қорлық болады. Құранды басыңыздан түсірмеңіз. Әр күн сайын Құран кітапты оқуды әдетке айналдырыңыз.